Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай қыстық компоттың рецебімен бөлісетін боламын. Бұны кез келген жемістен жасауға болады. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен жемістерімді дайындап алдым. Мына түгі бар шабдалымды жақсылап жуып алдым. Жылтыр шабдалы түгі жоқ, алхорым және лимон алма. Буланған банкімен мен 4 жылтыр шабдалы мен 2 түгі бар шабдалы салдым. Бір банкіде 6 шабдалыдан болды. Енді келесі банкімді мен алхорым мен алмамды араластырамын. Бір банкіге примерно 4-5 алмадан кетті. Және 10 шақты алхоры салдым. Енді бір тілім лимоннан салып шығамын әр банкіге. Міне енді қайнап тұрған суды жаңағы жемістерінің үстіне құйып шығамын. Сосын бұл банкілерді 30 және 40 минутқа қойып қоямыз. Міне менде 30 минут өтті. Және сол соғымызды қайтара кастрюлемізге құйып, төгіп тастамаймыз. Қайттан қайнатып, осы жемістердің үстіне құямыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне қантымызды керегінше саламыз. Егер тәттіні қатты ұнататын болсаңыздар, көп салуға болады. Енді сол соғымызды қайтара банкімізге құямыз. Міне енді бетін закрывашкамен жауып шығамыз. Енді төңкеріп қоямыз. Менің компоттарым дайын. Енді сабдалымның компотында дәл солай жасаймын. Міне мен компоттарым дайын, уже қыстық компоттар. Бұлар атылмайды, еш нәрсе қылмайды. Сіздер де жауып көріңіздер.